фашистік Германия кеңестер одағына шабуыл жасады, 41 жылы, 45 жылы жеңіспен келді деген сияқты. Және Алматыда жасақталған біздің жерлестеріміз 28-ші Панфиловшылар туралы айтып тұра берсек, алдарыңызда әлі 1 сағаттан артық уақыт тұра беруге болады. Барлығы жазылған. Қазір қысқарта келе, жаңағы тек қана Қазақстаннан 1,2 миллион біздің жерлестеріміз отан қорғауға жаңағы барған болатын. Соның ішінде 500-ден астам адам герой дейді ғой, батыр, кеңестер одағының батырының атағын ие болып келді. Оны айта берсек, бірінші жаңағы Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлованың биыл өздеріңіз білесіздер 100 жылдығы елімізде аталып өтілуде, әрбір жерлерде өтіп жатыр. Қазіргі кезде Сағдат Нұрмағамбетов, ол кісі соғыс қаһарманы, кейінірек Қазақстанның бірінші қорғаныс министрлігі дейін болып істеген. Оны Панфиловты өзіміздің жерлесімізді мақтанышпен атамыз. Қазіргі біздің мақсатымыз өте жақсы айтып кетті Лилия Бейсенбекқызы. Осы кісі профессор, сол кісінің бастауымен үлкен республика бойынша жоба басталған болатын. Сол жобаның басы қасында түсініп, бізге нұсқаушы болып, ауданнан бізге осыны былай істеңдер, не істейсіңдер, бүйтесіңдер деп отырған адам ол бірде-бір біздің осы жобаның басшысы Жұмағыз Әшімбекқызы арамызда отыр. Сізге үлкен рахмет. Сол кезде біз түсінбеген болатынбыз, мынау қандай болады, не болады. Сол кезде отырып, біз отанға сыйлық, подарок Родине деген, біз не бере аламыз? Панфилов ауылдық округінен сыйлыққа не көрсете аламыз деген үлкен сұрақ туындады. Ол сұрақтың шешімі осы ортамызда отырған кісі осылай болса деген бізге бір идея, ұсыныс тастады. Сол ұсынысты қолдап осы күнге жеткіздік. Ол жаңағы бізде ең бірінші соғыстан кейін бейбітшілік заманда қайтыс болған адамдар бізде көп қой. Енді соғысқа кетіп қайтыс болғандардың бәріне ескерткіштер бар. Ол кісілерде ескерткіш болуға лайықты адамдар ғой деген сондай идея түскен болатын. Ең алғашқы біздің осы жобаның бастапқы алғаны жаңағы еріктілерді жинақтау болды. Не істейміз? Ол үшін ауыл ақсақалдары, біздің Панфилов ауылдық округ бойынша ақсақалдары төрағасы Жорынов Ағай бастаған ағамыз кеңес құрып, жаңағы еріктілерді құрдық. Сол еріктілер әр үйді, әр мекемені, әр пәтердің есігін қағып, жаңағы ол кісінің өзі де әлеуметтік желіден көптеген адамдардың аты жөнін анықтап, сондай тізім жасақталынды. Тізімнен кейін тағы да бір проект дейміз ба, или жоба дейміз ба шықты. Ол жаңағы ескерткішті қай жерге қоямыз, оның сметасы бар, оның жаңағы эскизі бар. Сондай мәселелер тоже оны жасаттық. Бәріміз соны бір кеңесіп қарап көріп, қаражаты қанша болды, оның барлығын анықталғаннан кейін қазір бізде тағы бір проекті өзі туындады. Өзінен өзі жаңағы бүкіл ауылға, ірі меценаттарға, кәсіпкерлерге осы жеткілікті қаражатты жинақтау болып табылды. Қазіргі кезде біз ол жұмыстарды бастадық. Бір слайдта көріп тұрғанша материалдарын бәрін алдық, гравермен жазғызып жатырмыз. Жаңағы орны анықталды. Әрбір жерге бір шеге қағу үшін де өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік жерге мемлекеттік акт жасалынады. Аттыртамыз, соның бәрін жасап, дайындап, жаңа өздеріңіз барып ескерткішке тағзым жасадыңыздар, көрдіңіздер, орнын көрдіңіздер, бюстке гүл қойдыңыздар. Сіздерге мың алғыс. Осындай жұмыстарымыз жасалып жатыр. Осы бейсенбі күні жасаған адамдармен қазір келісіп сөйлестік. Бейсенбі күні орнына барып, фундаментін құйып, жасаған нәрсемізді апарып орнатамыз деді. Одан кейінгі біз ойлаймыз, жаңа Нелия Сесенбекова айтып өтті, бір аяғында 9 майда дайын тұруымыз керек. Аяғында біз орнатып, тағы да бір сіздерді до көрдіңіздер, енді после шақырып осы
жұмысымызды көрсетеміз. Осы енді сіздерге алдарыңызда келіп, білгендеріңізбен бөлісіп, осындай мега жобаға бізді қатыстырып, былай істеңдер деп отырған сіздерге көп алғысымызды білдіреміз. Мақсұт аға өзіңізге, Лиза Сисенбековна сіздерге, бізді қолдап отырған Ағат Әлімжанұлы, Жұмағыз Ашынбековна 24-7 сағат бізде телефонда, кейбірде алмай қарсақ ұрсады, неге алмайсың, неге жасалынбай қалды деп. Оның барлығын біз жақсы қабылдаймыз. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық берсін, қолдарыңызға береке, жүрген жеріңіз береке болсын сіздерге. Сіздер барда ешкімде, ешқашанда ұмытылмайды дегім келеді. Назар қойғандарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Осындай үлкен проектіні біз қазір өзімізде акиматта мынандай бізде зал жоқ, өздеріңіз білесіңдер, типтік акиматтар әр жерде. Сол себептен біз мектептерге жүгінеміз. Осы мектепте осындай шараны ұйымдастырған жаңағы ұстаздарға біздің алғыс хатымызды беруге рұқсат етіңіздер. Басы-қасында болып ұйымдастырып жүрген Қасымжанова Ақмарал Мадыханқызы. Жақсы тілектер жазылған, үйіңізге барып, отбасыңызда оқып, танысаңыз болады. Округ әкімінің атына Сабекова Алмагүл Серікқызы. Қошеметтеріңіз құрметті меңоларға құрбан айт. Рахмет сіздерге көп. Сәуле Мұхтыбаевна алғысымызды білдіреміз. Алдарыңызда ендігі сөз кезегі генерал Тегеусов Махмұт Ицегелович Қазірге.